Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге көпшіліктің ұнатып жейтін ең жұмсақ медовик тортының жасалу жолын көрсететін боламын. Ешқандай да қиындығы жоқ. Барлық керек ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең бастысы сізде табиғи бал болса болғаны, сол кезде дәмі ерекшеленіп шығатын болады және жұмыртқаның сарыуызымен жасайтын боламыз. Ең алдымен чугунный сковородкаға осылайша астын отты жай қойып, сары майымызды салатын боламыз. Май міндетті түрде сапалы болуы қажет, 72%-тен жоғары болғаны дұрыс. Содан кейін осы майымызға үстіне қажетті мөлшердегі шекерімізді және балымызды салып, жай ғана баяу отта ерігенше араластырып отыратын боламыз. Не үшін чугунныйды қойдым? Себебі егерде жұқа табаға ертетін болсаңыздар, шекері тездетіп еріп, карамельденіп кетуі мүмкін. Мінекей осылайша барлығы жақсылап араласып ерігеннен кейін, қатты ысымай тұрған кезде жұмыртқаның барлық сарыуызын салып, тездетіп осылай араластырып алатын боламыз. Басқаларды білмедім, бірақ өзім тағам дайындаған кезде барлығын бірден осылай бір табаға араластырғанды жақсы көрем. Мінекей жұмыртқамыздың сарыуызын жақсылап араластырып болғаннан кейін ас содасын құятын боламыз. Оны ең алдымен сөндіріп аламыз. Яблочный уксустан сәл ғана тамшы қоссаңыз жеткілікті. Осылайша ас содасын осы керекті қоспамызға барлығын салып араластырып алатын боламыз. Ас содасын қосқаннан кейін қоспамыз реакцияға түсіп ағарып көпіретін болады. Сол кезде оттан алып 2-3 минут қоя тұрамыз, сәл ыстығы басылуы қажет. Содан кейін електен өткізілген ұнымызды салып бастайтын боламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіз. Видеода көрсетілгендей бірнеше бөлікке бөле отырып, араластыра отырып салыңыз. Сол кезде ұныңыз біркелкі араласатын болады. Ең соңында жұмсақ жылы қамыр шығатын болады. Бір айта кететін жайт, бұл жерде төменде көрсетілген ұнның мөлшері дәл сондай болу міндетті емес, себебі әрбіреуімізде жұмыртқаның көлемі әртүрлі, ұнның тығыздығы әртүрлі болуы мүмкін. Сол себепті ұнның мөлшері плюс-минус 20 граммға өзгеріп отыруы мүмкін. Егерде қамырды илеу барысында қатты қолыңызға жабысып тұрса, сәл ғана ұн себелеп, араластырып жіберсеңіз әбден болады. Мінекей осылайша табамызда ешқандай ұнды қалдырмауға тырысып, жұмсақ, жылы қамырымызды илеп алатын боламыз, сондай жағымды қолға. Енді осы дайын қамырымызды бірдей етіп 8 бөлікке бөлетін боламыз, және де жайғанда ыңғайлы болу үшін әрбір бөлікті дөңгелек етіп алғаныңыз дұрыс. Және де басқа медовиктер сияқты қамырды холодильникке, яғни тоңазытқышқа салып, мұздатып алудың қажеті жоқ, бірден жылы қамырмен жұмыс жасай берсеңіз болады. Бұл жерде менің жасап атқан медовигімнің диаметрі 19 сантиметр. Егерде сіз сәл жайпақтау, аласалау қылып жасағыңыз келсе, онда 6 бөлікке бөлуіңізге болады. Бұл жерде мен 8 бөлікке бөлудемін. Осылайша жылуын сақтау үшін үстін целлофан пакетпен жауып қойғаныңыз дұрыс. Содан кейін илеуге кірісе берейік. Бірден пешке салуға ыңғайлы болу үшін қамырымызды бірден пергамент қағазының үстінде жайып алатын боламыз. Пешіңізді осы сәтте 180 градусқа қыздырып қоя бергеніңіз дұрыс. Бар жоғы 5-6 минуттың ішінде қызарып пісіп шығатын болады. Мінекей осылайша оқтаудың көмегімен әдемі етіп жайып шығамыз. Бұл жерде менде арнайы форма жоқ. Осы видеода көрсетілген қақпақтың диаметрі 19 сантиметрді құрайды. Соны пайдаланып кесудемін. Өзіме керекті әдемі дөңгелек форманы осылайша кесіп алатын боламын. Және де қалған артық қамырды жинап қойыңыз. Оны барлығын жинастырып, ең соңында тағы да бір слой пісіріп алатын боламыз. Және пісіргеннен кейін оны ұнтататын боламын. Барлығын видеоның соңына дейін көрсеңіз, анықтап көрсететін боламын. Мінекей екінші қамырды да жайып қоя берейін, себебі бірінші слой өте жылдам пісетін болғандықтан екіншінің дайын тұрғаны дұрыс. Оны да дәл сондай қылып пергамент қағазының үстіне оқтаудың көмегімен жайып алып, керекті диаметрімізге дөңгелек етіп кесіп алатын боламыз. Барлығын қызып тұрған 180 градустағы пешке бар жоғы 5-6 минутта пісіріп аламыз. Осылайша сәл қызартып пісіргеніңіз дұрыс, себебі тортыңыздың түсі насыщенный, яғни қанық болып шығатын болады. Мінекей өте жұмсақ болып шығуда.
Осылайша 8 слойды пісіріп алғаннан кейін қалған қамырды да жұқа етіп пергамент қағазының үстіне жайып пісіріп алатын боламыз. Ең соңында посыпка ретінде пайдаланамыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай 8 слойымыз дайын болды. Өте әдемі, бірдей тегіс, жұп-жұмсақ болып шықты. Енді осының арасына заварной кремімізді пайдаланып жинақтайтын боламыз. Заварной кремнің жасалу жолын төменде ссылкасын қалдырып кететін боламын. Бұл да өте дәмді кремдердің бірі. Жасалу жолы өте оңай және ингредиенттері үйде бар заттардан жасалады. Егер де сізге қайнатпалы, яғни заварной крем ұнамайтын болса, онда кілегейлі кремді пайдалансаңыз болады. Оның барлығы жасалу жолы менің YouTube каналымдағы кремдер бөлімінде орналасқан, қарап көрсеңіздер әбден болады. Мінекей, осылайша тортымызды жылдам-жылдам, жұмсақ кезінде, жылы кезінде бірден кремімізді жағып жинақтап аламыз. Және де бұл торттың бір жақсы жері, ешқандай да 1-2 сағат холодильникке қойып, кремінің сіңуін күтудің қажеті жоқ, бірден жұп-жұмсақ дастарханға қоя беруіңізге болатындай болып шығады. Мінекей, кремді мол етіп жағып шығатын боламыз. Достар, егер де сіздермен бөліскен рецепттерім ұнаған болса, пікірлеріңізді қалдырып, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Осылайша тортымызды жинақтап болғаннан кейін посыпкамызды дайындап алайық. Ең соңғы қалған қамырымызды осылайша үгітіп, оқтаудың көмегімен езгілеп шығатын боламыз. Яғни біркелкі крошкалар пайда болуы қажет. Сол кезде осы тортымызға кремнің үстіне жапсырып шығатын боламыз. Мінекей, посыпкамыз да дайын болды. Енді осыны торттың үстіне себелеп шығайық. Тортымыз ыңғайлы болу үшін осылайша қолыңызға алып алсаңыз болады. Барлық жеріне жеткілікті етіп, тигізіп, молынан жапсырып шығамыз. Және де беткі жағының барлығын жауып тастасаңыз болады, немесе дәл менікіндей сәл ғана дөңгелек қалдырып, үстіне оформление жасасаңыз да болады. Ол сіздің өзіңіздің жан қалауыңыз. Осылайша жұп-жұмсақ медовигіміз де дайын болды. Сіз де жасап көріңіз.